Ассалаумағалейкум, мұсылман жамағат, қазақ елі, қалайсыздар, амансыздар ма? Менің айтатын бір жер ғана датым бар. Мынау жоғарыда отырған президент бар ғой, Тоқаев мырза. Сізге айтатын назымыз бар біздің. Қазақ елі аузын ашса соттап жібересіңдер. Өлтіріп жібересіңдер. Әдемі сонымен адам халықтың, пенделердің, адамдардың үрейін алып тастағансыңдар. Өмірде шынайылық деген бар ма? Басқа елге қарашы нақыл. Россияға қара біле, Украинаға қара біле, Өзбекстанға, Қырғызстанға қара, Америкаға қара, Қытай еліне қара, Корея еліне қара. Әр-жерде өзінің заңы бар нақыл. Өзің еститін, назын тыңдайды, жауап береді. А біздің Қазақстанда біле, айтқан назға, сұраққа жауап бермейді, өлтіріп жібереді, соттап жібереді нақыл. Көп бала ана дейсіңдер, жалғызбастан ана дейсіңдер. Жетім жесір нақыл. Қайда сол біздің көмектеріміз қайда біздің? Бірінен соң бірі ақша жейсіңдер нақыл. Тым болмағандай жинастайсыңдар камераның алдында нақыл. Ақша қайда, анау қайда, бәрі показуха біле. Бірінен бір жейді нақыл. Президент бере ма ақшаны, содан төмен қарай жеп келеді тәші. Әкімің бар, мектеп директоры, аудан директоры бар, басқа директоры жеп қояды. Содан бізге не қалады? Нанның қиқымы қалады, нанның қиқымы жеміз жерді нақыл. Бұйырса жесін, бұйырмаса ол да жоқ нақыл. Қазақ елінің заңы болсын, президенті болсын, министрі болсын, әкімі болсын, бәрін бағып отқан біздің қазақтың қарапайым халқы. Халқымыз бағып отыр бізде. 20 миллион халық бар ма? 20 миллион халық осы елімізді біз асырап отырмыз. Сендер біз асырап отырған жоқсыңдар. Біз сендерді асырап отырмыз. Қаншама халық жүр, үй-күйсіз. Қазақпыз дейміз, кәлі қазақтықтарын. Өзі қазақтың үйсіз-күйсіз қаңғып жүр нақыл. Жетім жесірің бар, жалғызбасты аналарың бар. Көп бала отбасың бар, инвалидың бар. Ардагерлерің бар, бәрі қаңғып жүр нақыл. Шетелден келген азаматтарға үй бересіңдер, жағдай жасап бересің, бизнес бересің, ақша бересің. Өтіп біреуге показу қойып, көттен майламай, суламай бергенде керегі бар оның. Өзі қазағың далада маңырап жүр нақыл. Далада жатыр, бомбы жоқ біреуі нақыл. Біреу жүр арақ ішті, не болдысың, үй жоқ, күй жоқ нақыл. Жоқшылықтан ішіп кеттім, отбасын ажырасып кеттім. Соның бәрін біріктіретін қазақ елінің президенті емес па? Депутаттар емес па? Министр емес па? Бәрін ақшаға жатып алғансыңдар нақыл. Президенттерің ақшаға біле. Кәбеге көкқа барғандарын біреуге әмір жүргізгендеріңе мәссіңдер нақыл. Ойламайсыңдар ма? Бізді бағып отқан қазақ елі нақыл. Қазақ елі шырылдап отыр нақыл біз үшін де. Біз неге шырылдамаймыз деп. Қамдан ойлайсың, мына тойғанша ойлайсың, тойғаннан тышқанша ойлайсыңдар нақыл. Бұл өмір жауап бермесе, ана өмірге өре Аллахтан оларға бәрін жауап береміз әзатымызға нақыл. Ойламайсыңдар ма, сука біле? Жоғарыда мәстіңдер, сука бар. Далбандар біле.